Сәлем достар! Бүгін біз 10 айлық сәбидің дамуына, тамақтануына және ата-аналарға пайдалы кеңестерге тоқталамыз. Сіздің кішкентайыңызда осы кезеңде көп жаңалықтар жасап жүрме? Бұл жаста бала еңбектеуді жақсы меңгереді. Кейбір балалар қолынан ұстап тұрғысы келеді. Тіпті алғашқы қадамдарын жасауға талпынады. Саусақ моторикасы дамып, ойыншықты ұстап, лақтырып, немесе бір қолынан екінші қолына ауыстыра алады. 10 айлық бала дыбыстарды қайталап, мама, папа деген алғашқы буындарды айта бастайды. Жеңіл сұрақтарға жауап ретінде қимыл жасай алады. Қайда десе, саусағымен нұсқап көрсетеді. Жаңа ойыншықтарға қызығып, заттардың қайда жоғалғанын іздейді. Бала бұл жаста 4-5 рет тамақтану керек. Негізгі ас мәзіріне көкөніс пюресі, ботқа, ет пен сүт өнімдері қосылады. Саусақпен ұстауға болатын кішкентай тағамдар, яғни банан, жұмсақ печенье берсеңіз, өздігінен жеуді үйренеді. Көбектерді бірінің үстіне бірін қоюға үйретіңіз. Допты итеріп ойнау, қайда, міне сияқты ойындар баланың ой өрісін дамытады. Ән айтып, бірге қол шапалақтау, сөйлеу және есту қабілетін арттырады. Баланы әрдайым мақтап, жылы сөз сөйлеңіз. Қауіпсіздікке назар аударыңыз. Электр розеткаларын жауып, қауіпті заттарды қол жетпейтін жерге қойыңыз. Ең бастысы, балаңызға махаббат пен қамқорлықты аямаңыз. Міне, 10 айлық сәби осындай тамаша жетістіктерге жетеді. Егер сіздің балаңыз да жаңа қадам жасап жатса, пікірде бөлісуді ұмытпаңыз. Арнамызға жазылып, келесі айдағы даму кезеңін бірге бақылап отырайық.